Бибісара Саубаева Майнарва Feed the Women's Grand Swiss. E4 C5 Сицилиан қорғанысы AT3 D6, D4 CD, AT4 AT6, AC3 6 Мигель Найдеров варианты. Піл E3 E5 бірден негізгі орталықтағы атқа шабуыл жасайды. Мынау ағылшын пілі ұмытпаңыздар. Ат B3 піл E7 H3 мына G4-тегі торды бақылауға алу, өткені мына жерге шабуыл жасау мүмкін. Піл E6 уәзір F3. Заманауи шахмат бұрын басқаша ойнайтын, қазіргі таңда мына D5-тегі торды бақылауда ұстап тұр. Ат B D7 және G4 бірден орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасау. G5 деп мына жерге шабуыл жасау және болашақта D5 деген торды толығымен басып алу. Ат B6 рокировка, ат D7 және ат D5 келдік. Негізгі орталыққа келдік. Мына жерге шабуыл жасаудың амалдары. Алдық және тура C8. Патша B1. Патшаның B1-де орналасуы орынды, өткені C тік жолы қауіпті болуы мүмкін. Уәзір C7 піл D3. Пілді де іске қостық және C2-дегі сарбазды қорғадық. Ат C4 піл C1. Бұл піл деген керек болады. Мына жерде сіздерге айттым. Бұл енді ағылшын пілі деп аталады. Осы пілге ерекше көңіл аударыңыздар. Әсіресе Сицилиан қорғанысында өте маңызды пілдердің бірі. Бұлай және ат D-B6. D-B6 және піл F5. Мына тураның қал жағдайын білейін деп тұрмыз. Патша рокировка жасаған жоқ әзірше. Тура B8. H4. Біз өзіміздің патша қанатындағы тірлігімізді арғырай жалғастырамыз. Өткені біз бәрібір білеміз, ерте ме кеш пе бұл патша рокировка жасау керек. A5 G5, A4 ат D2, алдық және ат C4 және піл B4. Бастапқыда мына жерге тығылатын болсақ, енді мына жерге қоюды жөн көрдік. Рокировка піл D3, енді әртүрлі уәзір F5, уәзір E4 деген амалдарды жасау, ат B6 және H5. H5 мына қос сарбаз мына патшаның қорғанысын бұзып өтетін сияқты. Ат D7 уәзір F5. Мына жерге мат қойғымыз кеп тұр. G6 алдық және уәзір E6 шақ. Осымен ойын аяқталды. Неге? Бұлай жүретін болсаңыздар, онда тура F7, тура H7 болады да. Мына жерге егерде мынаны алатын болсаңыздар, бұлай шақ дейді және мат қойып тастайды. Майнарва дайын емес, өткен Сицилиан қорғанысын бұлай ойнауға болмайды.